сөзін жалғап Алла тағала айтады: аса, егер дейді осы 5 уақыт намаз оқысаң, сосын түнгі тахаджуд оқысаң, аса мүмкін айябасака роббука, сенің Раббың тірілтуі мүмкін, мақамам махмуда, мақталған орында деді. Мақамам махмуда, мақталған орын. Ғалымдарымыз бұны тәфсірлейді. Мақамат деген сөз туралы да айтып кетемін қазір, бірақ оған дейін осы сөздің тәфсірін бір кіріп өткенге бар. Мақамам махмуда. Тәфсірші ғалымдарымыздың көпшілігі бұны бір ауыздан мақамам махмуда дегені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бүкіл адамзат баласын шапағат қылатын уақыты дейді. Сахих Муслимда келеді. Қиямет күні адамдар күткенше күтеді екен. Махшарға жиналады, барлығы қайта тіріліп, махшарға жиналады екен. Періштелер махшарға отты қамшыменен халықты қуып барып, махшар алаңына келгенде қоршап, сол жерге тоқтатады екен. Сол махшар алаңында халықтың барлығы жиналғаннан қанша тұрғаны белгісіз, жұрт өте күтеді екен. Сол үшін болса керек, халықта сөз бар: дозақ күткен дозақтан да жаман деген сөз бар. Арабта мақал бар: күткен дозақтан да жаман деген. Өйткені сол жерде адамдар күткені сонша, бірінші кезде адамдар есі жоғалып барады екен махшарға. Менің халім не болады? Менің халім не болады деп. Ал барып алғаннан кейін иығындағы сауап бар, иығындағы күнә бар. Есін енді жинайын десе, анау иығындағысы ауыр. Сол есін жимаған күйі қайда барамның ұзақ созыла береді екен. Ақыры халық Алладан сұрай бастайды екен: Аллахым, бізді дозаққа жіберсең де ризамыз, бірақ бұлай тұрғызбашы дейді екен. Бұлай тұрғызбашы, бізді дозаққа жіберсең де ризамыз. Қатты қиналғаннан. Өйткені махшарға бара жатқан адамдардың ахуалы әртүрлі болады. Біреулер болады ғайбат айтқан, тілін тыймағандар, тілдері соншалықты ұзақ болады, адамдар соны басып тұрады, іріңдетіп мыжып тұрады. Және осыған ұқсайтын күнәһарлардың азабы болып тұрады соның жанында. Осындай жағдайға бұлар қанша тұрады, қанша шыдайды дейсіз? Сол қатты шыдап, қиналып барынша, сосын адамдар бірігіп, Алладан бізге есеп қисапты сұрап беретін кім бар деп, бірінші орында атамыз бар, бізді туған, жоқтан бар қылған анамыз бар деп, Алладан кейін осыны бізге Алла тағала жаңа оны өзінің несімен, құдіретімен жаратса, содан біз өрбігенбіз деп адам атаға барады екен, жұрттың барлығы. Бара салып: уа Әбул Башар, құрметті атамыз, бабамыз, сен біздің ең біріншімізсіз. Сенен өрбідік, өндік, өстік, осынша ел болдық. Енді сен жәннатта болдың, басқа біреуіміз де жәннатта болмадық. Сенің құдіретің, Алланың құдіретін көрген жансың. Ең бірінші пайғамбарсың. Сенен үлкен кім бар дейсің? Адамзаттың да үлкені сенсің. Пайғамбардың да жасы үлкені, ең біріншісі сенсің. Сен сұрап бер дегенде адам ата қашады екен. Ай перзенттерім, менің шамам жетпейді. Алла тағала ол кісіге де жанына қайғы салады екен дейді. Қайғы емес, бір қандай да бір дүрбелең салады екен. Ол сол уайым менен бас тартады дейді. Менің халім не болады деп. Мен білмеймін өзімнің халімді. Мен сендерге шапағатшы бола алмаймын. Ондай мақам жоқ менде. Мақам деген орын. Ондай менде Алланың құзырында құзырет жоқ. Кешіріңдер. Одан кейінгіге пайғамбарға барады. Одан кейінгіге барады. Барлығы да бас тартады. Барлығы қашады. Мен деген пайғамбарлардың өздері: кешіріңдер. Өзімнің үмметім бар.
өзімнің сұрайтыным көп менің Алладан. Мен бүкіл халыққа ондай құзыретім жоқ менің. Ешкімнің ондай құзыреті жоқ шығар деп бәрі қашады. Бірақ Алла табарака ва тағала жазып пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямды халыққа есіне түсіртеді. Жұрт айтады, бүкіл қара топырақты басқанның абзалы деп естігенбіз. Пайғамбарлардың мөрі деп естігенбіз. Мен деген қай пайғамбар келсе де, сенен кейін бір мақтаулы келеді, сенен кейін бір мақтаулы келеді деп осы Мұхаммедті айтқанын естігенбіз. Мұхаммед деген сөздің мағынасы мақтаулы деген сөз. Бірақ қай пайғамбарға келсе де өзінің тіліменен мақтаулы деп айтып кетеді екен. Ол мақтаулы деген сөз сипаты ма, аты ма, кім екенін білмейді. Барлық пайғамбар айтады екен, менен кейін бір мақтаулы келеді. Сөйтсе бұның барлығы о кісінің есімі екен ғой. Мұхаммед дегені мақтаулы деген сөз. Сол, онда соған барайық дейді ғой. Жұрттың барлығы жиналып, уа Расулалла, сенен кейін пайғамбар келмеген, сенен кейін кітапта түспеген, сенен басқа баратын жерімізде қалмады. Осы орынды тәфсірші ғалымдарымыз мақама Махмуд деп айтады. Мақталған орын. Бұл орынға адам атадан туылған бірде-бір перзент деп отырған емес. Ең адам баласының, Алланың жаратқандарының жоғарғы орны осы. Мақама Махмуд. Мақтаулы орын. Немесе кейбіреулер сол үшін айтады, бұл мақтаулының орны деп. Бұл тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның орны. Соған ғана Алла тағала жаратқан.